От лаждалған темір тұлпарда ашқарақтана жалмап, гүрілдеген жалын жанармаймен араласып, алып пештің ішінде гүлдейді. Көліктің ішіндегі ыстық санаулы секундта 600 дәрежеге жетті. Енді ешқандай айға естілмейді. Тек киген тері мен қаптаманың шытырлаған дыбысымен терезелердің тарс-тұрс жарылған үні ғана шығады. 12 тонналық алып 500 жүк көлігінің болат бампері жеңіл көлікті бетон қоршауға нығыздап тастап, салтанатты көлікті түтіндеген темір терсек иінтісіне айналдырды. Жүк көлігінің ішінде бір адам отырды. Ол өртті өшіруге тырыспады. Қолына темекісін алып, отқа оранып, өздерін өмірдің қожайынымыз деп санағандардың күлге айналғанына суық қарап тұрды. Сағат түнгі 3. Жол үстінде боран соғып тұрған еді. 30 жыл бойы бұл іс мұрағатта жазатайым оқиға деген атпен жатты. Онда лауазымды тұлғалардың 3 еркетотайұлы өртеніп кеткен болатын. Бұл жол апатын 1 ай бұрынғы оқиғалармен ешкім байланыстырмады. Бүгін біз қарапайым адамдардың асқынған шенеунік балаларынан қалай кек алғаны туралы шындықты ашамыз. Сонымен бастайық. 982 жыл. Теріскейбел қаласының маңы. Бексұлтан, жасы 43-те. Рөлдегі тәжірибесі 22 жыл. Ол алып елдің бүкіл тасымалын арқалап жүрген қазақтың нағыз қара жұмысшыларының тұқымынан еді. Мазут сынып кеткен қолдарын ешқандай сабынмен жуып кетіру мүмкін емес. Жүзін Қазақстанның кең даласының желі мен теріскейдің аязы қақтаған. Бексұлтан 12-ші автопартте жұмыс істеп, ауыр алып 500 көлігін тізгіндейтін. Көлігінде ешқандай жеңілдік жоқ. Кабинасы қыста мұздай, жазда пештей болатын темір қорап. Бірақ ол өз жұмысын жанармай иісі мен қозғалтқыштың гүрілін жақсы көретін. Оның өмірі берліс қорабының сызбасындай қарапайым әрі түсінікті еді. Жол, үй, гараж, қайтадан жол. Үйде Нұрсәуле күтіп отыратын. Нұрсәуле кітапханада жұмыс істейтін. Оның биязы дауысын естігенде Бексұлтанның жүйкесі тынышталып, жаны жадырап сала беретін. Олар қала шетіндегі ескі пәтерде тұрды. Алла бала бермесе де, бір-бірі үшін өмір сүрді. Бексұлтан жолдан әрқашан базарлыға келетін. Не оңтүстіктің қарбызын, не сирек кездесетін ыдыс-аяқты, не жол жиегінен терілген бір құшақ дала гүлін сыйлайтын. Сол қазан айының сейсенбісінде Бексұлтан алыс жолдан шаршап оралды. Жотасы сыздап, көзі талып келген ол, көлігін тұраққа қойып, жол қағазына қол қойды. Киім ауыстыратын бөлмеде жігіттер мәре-сәре болып, біреудің туған күнін тойлап жатты. Бексұлтан бас тартты. Үйде Нұрсәуле күтіп отыр. Жолшыбай 40 минут кезекте тұрып, тәтті торт сатып алды. Қазір есікті ашса, үйден дәмді астың иісі мен жылулық еседі деп қиялдады. 3-ші қабатқа көтерілді. Есік ашық жатыр екен. Бұл оны бірден сескендірді. Өйткені жары есікті әрқашан ішінен бекітіп отыратын. Пәтердің іші тым-тыныш, және тамақ иісі емес, қандайда бір дәрі-дәрмектің өткір иісі мен орталықтағы еркек шоралар ғана тартатын қымбат темекінің иісі мұрынды шарды. Бексұлтан үй ішінде ешқашан темекі тартпайтын. Бөлмеге кіргенде қолындағы торты жерге түсіп кетті. Үйдің астан-кестеңі шыққан. Шкафтағы киімдер еденде шашылып жатыр. Ыдыс аяқ тұратын сөре шағылған. Етік астында хрусталь сынықтары шықырлайды. Нұрсәуле жоқ. Ас үйдегі үстел үстінде көршісі Күләш апайдың жазған хаты жатыр. Бексұлтан, келе салысымен қалалық ауруханаға бар. Нұрсәулені жедел жәрдем алып кетті. Оның қалай далаға атып шыққаны есінде жоқ. Жолдан көлік ұстап, тезірек айда деп 18 теңге ұстатты. Аурухананың қабылдау бөлімінде дәрі мен қайғының иісі аңқиды. Кезекші мейірбике журналды ұзақ парақтап. Нұрсәуле жансақтау бөлімінде, оған кіруге болмайды, деді.
Бексұлтан үстелдің жиегін саусақтары ағарғанша қатты қысып, «Жібер, әйтпесе мына жердің тас талқанын шығарам», деді. Оны жіберді. Қорыққаннан емес, оның көзінен бәрін жоғалтқан адамның қаһарын көргендіктен жіберді. Дәрігер дәлізге шығып, аузындағы пердесін алды. Жас болса да, жанары мұңға толы екен. Ол темекі шегуге болмайды деген жазудың астында тұрып, темекісін тұтатты да: «Сіз жолдассыз ба? Мықты болыңыз. Денесінің сау жері жоқ. 3 қабырғасы сынған, көк бауыры жарылған, басынан ауыр соқ қалған. Ішкі мүшелері езіліп кеткен», деді. Бексұлтан дем ала алмай қатып қалды. Дәрігер сөзін жалғастырды. «Оны үйден 2 орам жердегі гараждардың жанынан таптық. Өлтіріп тастамай әдейі қинау үшін кәсіби түрде ұрған. Топтық зорлау. Кем дегенде 3 болған. Біз барлық деректі жинап, сақшыларға бердік. Бірақ жағдайы өте мүшкіл. Ауырсынудан жүрегі тоқтап қалмау үшін біз оны жасанды ұйқыға жібердік». Бексұлтан палатаға кірді. Төсекте жатқан оны нұр сәулесі емес, көкпеңбек болып соққыға жығылған бір кесек ет сияқты еді. Жүзі ісіп кеткен, көздері жұмылып, кірпіктері көрінбейді. Езуі тілінген. Мойнында біреудің саусақтарының ізі қарайып тұр. Ол сырылдап, әрең дем алады. Тыныс алу аппараты өмірдің соңғы секундтарын санап, бір қалыпты дыбыс шығарады. Бексұлтан қасына отырып, оның қолынан ұстады. Денесіндегі жалғыз көгермеген жері білегі екен. Ол мұздай боп қалыпты. 3 сағат бойы осылай отырып, мониторларға және жарының талқандалған жүзіне қарады. Басында тек бір ғана ой. Не үшін? Және бұдан былай қалай өмір сүрмекпін? Бұл ой ауыр әрі суық еді. Таңға жуық тергеуші келді. Сақшылардың капитаны Сарқыт ісінген, көздері ойнақшыған. Аузынан кешегі ішілген ащы судың иісі шыққан адам екен. Ол Бексұлтанның көзіне тік қарамады. Алдындағы қағаздарын парақтап, бешпентінің түймесін шықлап отырды. Тергеуші: «Азамат Бексұлтан, арызыңызды қабылдадық әрине. Бірақ өзіңіз де түсінесіз ғой, бұл шеткер аудан, куәгерлер жоқ. Күн қараңғы болған. Сөзге қарағанда жарыңыз біреумен ерегісіп қалған сияқты. Оның үстіне қысқа етек киімде болды деді. Бексұлтан ұйқысыздықтан қызарған, құрғап кеткен жанарын оған қадады. «Бексұлтан, не оттап отырсың, капитан? Оның жасы 40-та. Ол кітапханашы. Қандай қысқа етек?» деп сұрады. Сарқыт бетін тұжырайтып, папканы тарс еткізіп жапты. «Тексереміз, бірақ үміт аз. Жабылып қалатын сияқты. Куәгерлерді өзіңіз іздеп көріңіз, егер қаласаңыз. Біздің әрбір бұзақылықты тексеруге адамымыз жетпейді». Бексұлтан бәрін бірден түсінді. Оның даусы, ойнақшыған көз, тезірек кеткісі келген сыңайы бәрін айтып тұрды. Бұл жабылып қалатын іс емес. Бұл кім екенін білемін, бірақ тиіспеймін деген сөз. Капитан бұны кім істегенін біліп отыр. Бүкіл аудан білетін шығар. Бексұлтан аурухананың табалдырығына шықты. Езілген қар жауып тұр екен. Ол қалтасынан темекісін шығарды. Бір сіріңкесі сынып, екіншісі сөніп қалды. Ол түтінді терең жұтып, заңнан күткен соңғы үмітінің күл болып жатқанын сезді. Ішінде, кеудесінің тұсында, бұрын жүрек болған жерде ауыр, мұздай бір темір кесегі пайда болғандай еді. Сол күні таңертең 3-ші қалалық аурухананың табалдырығында Бексұлтан өлді. Оның орнына мүлдем басқа адам туды. Күте білетін, нысананы дәл есептейтін және газды соңына дейін басатын адам. Бексұлтан үйіне бармады. Ол Нұрсәулені тапқан жерге, өндірістік аймақтың шетіндегі тұлпар гараждар кешеніне барды. Машина майы араласқан лай, тот басқан қақпалар мен қаңғыбас иттердің үрген даусы.
Күзетші Құсайын қарт өз күркесінде май радиаторына қолын жылтып отыр екен. Бексұлтан үстелдің үстіне бір шөлмек қымбат сусынмен ерекше жағдайларға сақтап жүрген 2 қорап шетелдік темекіні қойды. Бексұлтан: «Сейсенбі күні кешкісін мұнда кім болды? Есіне түсір ақсақал. Әйтпесе күркеңді өзіммен қоса төңкеріп тастаймын», деді. Құсайынның зәресі ұшып, көзі ойнақшып кетті. Ол білетін, бәрі білетін. Құсайын сыбырлап: «Бексұлтан, басымды бәлеге тікпе, мені өлтіріп кетеді. Олар мұндағы қойма бастығының моншасына жиі келеді. Қыздарды тасиды», деді. Бексұлтан жақындап қарттың жағасынан алды. Бексұлтан: «Есіндерін айт, көлігі қандай?» деді. Құсайын дірілдеп: «Қара, Тұлпар 24, нөмірі 007. Рөлде облыстық прокурордың ұлы Ерасыл. Қасында тағы 2 болды. Бірі жирен шашты, толықша келген Айдын. Оның әкесі жол сақшыларын басқарады. Үшіншісі сауда басқармасы бастығының ұлы Бейбіт. Олар бір әйелді сүйреп әкелді. Бексұлтан: «Мен оны мас екен деп ойладым, білмедім», деп ақталды. Бексұлтан келесі күні жұмысқа барып, парк бастығына жолықты. «Бастық: Жақсы, тапсырыс бар. Жаңа құрылысқа құбыр тасу керек. К351 тас жолы. Барып қайту 3 күн», деді. Бексұлтан басын изеді. Бәрі дайын. Ол кеше күні бойы көлігін жөндегенсіп, алып 500-нің алдыңғы бамперіне қосымша 10 мм болат швеллер дәнекерледі. Оны сыртынан қара бояумен бояп тастады. Енді бұл жай бампер емес, бұл қабырғаны бұзатын таран еді. Кабинаның ішіне, жататын орынның астына, ол май мен кір сабынын тағарласқан жанармай толы құтыны жасырды. Нағыз қолдан жасалған отты қоспа. Рецептісін майдангер әкестен естіген еді. Сонымен қатар, бір іші өткірленіп қайралған ауыр темір тетікті де дайындап қойды. Кеште ол жүк тиеуге емес, бай манаптардың жиналатын жері Алтын Орда мейрамханасына барды. Ол жүк көлігін қараңғы тұйық көшеге қойып, қозғалтқышты өшіріп, күте бастады. Кабинаның ішінде жанармай мен суық темірдің иісі аңқып тұрды. Сағат түнгі 23-те 40 минут кеткенде мейрамхананың алдына қара түсті. Нөмірі 007 Тұлпар келіп тоқтады. Ішінен 3 шықты. Қарқылдап күліп, менмендікпен сөйлейді. Олардың бірі үстіне шетелдік джинсы киген ұзын бойлы сары жігіт. Жанынан өтіп бара жатқан итті теуіп жіберді. Бұл Құсайын айтқан Ерасыл, әйелінің қаншер еді. Оның артынан жирен шашты мен толықша келген 2 шықты. Олар өздерін бұл дүниенің құдайындай сезінетін. Бексұлтан көлігінің қара рөлін сипап қойды. Бексұлтан сыбырлап: «Қыдырындар балақайлар, соңғы рет қыдырындар», деді. 3 түн бойы Бексұлтан мейрамхана маңында аңдып, олардың жүретін жолдарын зерттеді. Олардың жүрісі пойыздың кестесінде анық еді. Дүйсенбі, сәрсенбі, жұма, мейрамхана. Содан кейін не гараждағы монша, не қала сыртындағы Қарағайлы кентіндегі Ерасылдың әкесінің саяжайы. Сенбі. Бексұлтанның соңғы сапары басталды. Бүгін бейсенбі. Кесте бойынша саяжай күні. Бексұлтан Қарағайлы кентіне баратын жолды жапқа білетін. Орман ішімен ирелендеп өтетін тар 2 жолақты соқпақ. Айнала жым-жырт, ешкім жоқ. Нағыз қолайлы жер. Бексұлтан бұл іске тыңғылықты дайындалды. Ол алып 500-дің бағынан 20 литр жанармайды бұйық құйып алды. Дөңгелектердің қысымын тексерді. Кежегішті де қарады, бірақ бүгін оны басу ойында да жоқ еді. Кабинаға ескі жұмыс қолғабы мен мықты кендір арқанды салып қойды. Сақтық үшін аспаптар сандығынан шойыннан соғылған, ауыр, үлкен бұрандалы кілтталды. Мұндай затпен бір сілтегенде сүйек атаулы күл парша болады. Сағат 23-те 15 минут кеткенде
қара түсті тұлпар мейрамхана тұрағынан шықты. Ішінде 3 жігіт пен 2 бойжеткен. Күлкі, музыка, айғай-шу. Бексұлтан соңдарынан қозғалды. Қаладан шыққанша шамдарын жақпады. Араға шықтықты 200 метрдей сақтап, тек кіші шамдармен жүріп отырды. Алып көлігі аңдыған жыртқыштай ақырын гүрілдейді. Қаладан шыға берістегі жол сақшыларының бекетінен тұлпар тіпті жылдамдығын бәсеңдетпестен өте шықты. Сақшы оларға құрмет көрсетіп, қол алысты. Нөмірлері таңдаулы емес пе? Бексұлтан да сабырмен өтті. Оны бәрі біледі. Қара жұмысшы үйіне қайтып бара жатыр. Тас жол орманға кірді. Айнала тас қараңғы, бірде-бір шам жоқ. Тек көлік шамдары ғана қарағайлардың дінін жарықтандырады. Жолда ешкім жоқ. Бексұлтан алысқа түсетін жарығын жағып қалды. Алыптың қуатты прожекторлары тұлпардың артқы айнасына соққыдай тиді. Жеңіл көлік теңселіп барып, жүргізушісі газды басты. Бексұлтан да берілісті арттырды. Дизельді қозғалтқыш ақырып, турбинаның ысқырығы естілді. 12 тонна болат сағатына 80-90 шақырыммен зулады. Жүк тиелмеген алып үшін бұл ұшумен тең еді. Тұлпардың ішінде үрей басталды. Олар артқы айнадан жақындап келе жатқан жарық қабырғаны және азуын басып келе жатқан құбыжыққа ұқсайтын радиатор торын көрді. Бексұлтан олардың сұлбаларын анық көрді. Біреуі қол бұлғап, «Өтіп кет!» дегендей ишарат жасады. Аңқаулар. Саяжай кентіне бұрылатын жерге 5 шақырым қалды. Ол жерде жол тарлады. 2 жағында бетон қоршаулар бар. Бексұлтан бұл жолды жапқа білетін. Ол оларды қыса бастады. Жүк көлігінің бампері тұлпардың жүк салғышына 1 метрдей жақындады. Бексұлтан дыбыстық белгіні басты. Пневматикалық гудок түнгі тыныштықты бұзып, алық кеменің дабылындай ақырды. Тұлпардың ішіндегі қыздар шыңғырып жатты. Жүргізуші Ерасыл өзін ұстай алмай қалды. Көлік жолдың шетіне шығып кете жаздады. Ол қашып құтылмақ болып 120 шақырымға дейін жылдамдықты арттырды. Бірақ ескі асфальт ойлы қырлы еді. Мұндай жылдамдықта жеңіл көлік бақаша секіріп жүрді. Ал алыптың дәу дөңгелектері бұл шұңқырларды сезбейде өтетін. Алда 90 дәрежелі қауіпті бұрылыс. Ерасыл тежегішті шұғыл басты. Артқы қызыл шамдар жарқ ете қалды. Бексұлтан тежеген жоқ. Керісінше, соққы қуатты болу үшін төменгі беріліске ауыстырды. Соққы. Темірдің темірге соғылған сұмдық дыбысы. Швеллермен күшейтілген бампер тұлпардың артқы жағына майға кірген пышақтай енді. Жеңіл көлік жоғары көтеріліп кетті. Бексұлтан газды жібермеді. Ол оларды алдына салып, бульдозер қоқысты itергендей алға қарай сүйреді. Темірдің шықыры айғай шуды басып кетті. Тұлпар жолдың көлденеңіне бұрылып қалды. 12 тонналық алып күш оны тағы 50 метрдей сүйреп апарып, жол жиегіндегі бетон қоршауға нығыздап тастады. Терезелердің сынығы субырқақтай шашылды. Есіктер кептеліп қалды. Алып тоқтады. Жүк көлігінің қозғалтқышы бір қалыпты гүрілдеп тұрды. Бексұлтан моторды өшірді. Айналада тыныштық орнады. Тек тұлпардың тесілген радиаторынан шыққан будың ысылымен біреулердің ыңырсыған дауысы ғана естіледі. Бексұлтан жұмыс қолғабын киіп, темір тетігімен жанармай құтысын алып, асфальтқа секіріп түсті. Оның етігінің дыбысы түн ішінде нық естіледі. Ол жаншылған көлікке жақындады. Алыптың жарығы бұл жазалау орнын театр сахнасындай жарқыратып тұрды. Көліктің іші астаң-кестең. Артқы орындықтағы қыздар ес-түссіз, бәлкім соққыдан мойындары үзіліп кеткен болар. Алдындағы жігіттер тірі екен. Ерасыл рөлге қысылып қалған. Бұғанасы сынған, жүзі қан жоса. Ол сыртқа шықпақ болып сырылдайды. Қасындағы жирен шашты айдын сынған аяғын ұстап, ақырған дауыспен ұлып жатыр.
Темір панель оның тізесін үгітіп жіберген. Бексұлтан жүргізуші жақ есікті жылқып ашты. Темір шықырлап барып берілді. Ерасыл оған көзін көтерді. Оның жанарында хайуандық үрей мен тану белгісі бар еді. Ерасыл сыбырлап, «Сен...» деді. Бексұлтан үндемеді. Ол оған жоғардан төмен қарай суық қарап тұрды. Құдды бір шебер бұзылған, қоқысқа тасталатын тетікке қарағандай қарады. Ерасыл қынсылап, «Ағатай, істемеші, менің әкем, ақша беремін, бәрін ал», деді. Бексұлтан қалтасынан Нұрсәуленің жеке куәлігінен алынған кішкентай қара ақ түсті суретін шығарды. Бексұлтан Нұрсәуленің суретін Ерасылдың қан жоса болып жатқан жүзіне тура мұрнының тұсына тақады. Бексұлтан жай дауыспен, «Қара, жақсылап есте сақта. Осы бейнемен бірге о дүниеге аттанасың», деді. Жирен шашты айдын сынған терезеден шықпақ болып ұмтылып еді. Бексұлтан қолындағы темір тетікпен оның есік жақтауына жабысқан саусақтарынан періп қалды. Сүйектің шытырлаған дыбысы құрғақ бұтақ сынғандай анық естілді. Айдын ақырған түйе көліктің ішіне қайта құлады. Бексұлтан көлікті айналып өтіп, қолындағы құтыдағы қоспаны үстіне аямай шашты. Қою, сасық сұйықтық көліктің төбесінен сорғалап, ішіне кіріп, зәресі ұшқан еркетотайлардың киіміне жағылды. Жанармай иісі қан мен зәр иісіне араласып кетті. Жаңа ғана өмірдің қожайынымыз деп асқынып тұрғандар, енді темір қораптың ішіндегі бір кесек етке айналды. Бексұлтан алыптың қасына барып, сіріңкесін шығарды. Ерасыл, «Жоқ, істемеші, өтінемін, өмір сүргім келеді, апатай», деп шыңғырды. Бексұлтан сіріңкесін шертті. Түн ішінде кішкене ғана жалын жарқ ете қалды. Ол темекісін тұтатып, түтінді өкпесіне терең жұтып, суық ауаға қайта өрледі. Бексұлтан, «Нұрсәуледе өмір сүргім келеді деп еді», деді де, жанып тұрған сіріңкені көліктің астындағы жанармай шалшығына қарай шертіп жіберді. Жалын лап ете қалды. Құдды бір ауа ішінен жарылғандай гүрс еткен дыбыс шықты. Май мен сабын араласқан жанармай өте жабысқақ әрі ашқарақ еді. Ол жай ғана жанбайды. Ол темірге жабысып алып, түбіне жеткенше жалмап тастайды. Тұлпар санаулы секундта отты шарға айналды. Іштегі айғай адам дауысына ұқсамай кетті. Бұл нағыз азаптың үні еді. Бексұлтан 5 метрдей жерде өз көлігінің дөңгелегіне сүйеніп тұрды. Жалын оның бетін қақтаса да, ол теріс бұрылмады. Ол қарап тұрды. Ол мұны көруі керек еді. Әрбір секундты жадында сақтауы тиіс болатын. Ерасылдың жан дауысы шығып жатқанын көрді. Көп ұзамай бұл жерге сақшылар емес, қатардағы тәртіп сақшылар арда емес, арнайы қызмет пен тергеушілер жетті. Олардың арасында баяғы капитан Сарқыт та бар. Ол жерлеу рәсіміндегі кезінен де нашар көрінеді. Боп-бос, терлеп кеткен. Қолдары дірілдейді. Прокурордың ұлы өлгені үшін оның терісін тірідей сыпыратын түсініп тұр. Олар айналаны тінте бастады. Соғылған іздерді іздеді. Бексұлтан темекі шегетін жерде отырып, кішкене бәкісін қайрап отырды. Шарқ, 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 шарқ. Сарқыт оған жақындады. Сарқыт, «Бексұлтан, түнде қайда болдың?» деп сұрады. Бексұлтан оған қарады. Оның жанары мұздай шөл сияқты еді. Бексұлтан, «Үйде ұйықтадым», деп жауап берді. «Көршім куәлік етеді, менің қорылдағанымды естіген шығар. Қабырғаларымыз қағаздай жұқа емес пе?» Сарқыт көзін сығырайтып, «Ал көлігің қайда?» деді. Бексұлтан жөндеу боксын нұсқады. «Берліс қорабын ашып тастадым, бұзылып тұр». Бұл шындық пен өтіріктің қоспасы еді. Таңертең сақшылар келгенше Бексұлтан Берліс қорабын шынымен ашып тастаған болатын. Алып,
май ішінде жартылай бөлшектенген күйде тұрды. Ал бамперін мүлдем шешіп, бұрыштағы қоқыстың астына тығып қойған. Сарқыт боксқа кіріп, шамын жағып қарады. Шашылып жатқан темірлер мен майды көріп, ашудан дөңгелекті теуіп жіберді. Қап, бұл емес. Ол бұрыштағы қоқысты ақтармады. Оған бұл жерде тұрудың өзі жиіркеніш деді. Олар ештеңе таппай кетіп қалды. Бексұлтан қолын сүртіп бокстан шықты. Ол бұл тек бастамасы екенін білді. Олар жерді қазады. Олардың билігі бар. Бірақ Бексұлтанның артықшылығы бар. Ол көзге көрінбейтін жүйенің ішіндегі қарапайым ғана кішкене тетік. Ал жүйе кішкентай тетіктерге қарауға дағдыланбаған. Ол тек өзіне ғана қарайды. Бірақ тағы бір адам бар еді. Үшіншісі. Бейбіт сауда басқармасы бастығының ұлы. Ол көлікте болмаған. Құсайын қарты үшеу деп айтқан. Ерасыл, Айдын және Бейбіт. Көлікте 2 жігіт қана өртенген. 3-ші мәйіт әйел адамдікі болған. Кейін газеттерде кім екені анықталмаған тұлға деп жазылды. Демек, Бейбіт тірі. Ол бір жерде дем алып, жем ұшынан жалғасқан қымбат шұжығын жеп жүр. Бексұлтан жұдырығын тиді. Іс әлі біткен жоқ. 2 күннен кейін Бексұлтан Бейбіттің қайда екенін білді. Оған тағы да көршісі Күләш апай көмектесті. Оның қызы сол 3-ші ауруханада мейірбике болып істейтін. Күләш апай ас үйде сыбырлап: «Бексұлтан, сұмдығай, онда бір жас жігітті әкелді. Есірткіні көп қолданып қойған ба, әйтеуір әрең аман алып қалды. Аты Бейбіт. Жеке палатада жатыр, күзет қойыпты. Бірдеңеден қатты қорқатын сияқты», деді. Ол ұйықтап жатып: «Жүк көлігі, от, өлтірмеңдер», деп айғайлайды екен. Бексұлтан түсінді. Бейбіт бәрін көрген. Бәлкім сондарынан басқа көлікпен еріп келген, немесе оны ертерек түсіріп кеткен. Маңызды емес. Маңыздысы ол куәгер. Ол сол үш азғынның соңғысы. Және ол Нұрсәуле қайтыс болған ауруханада жатыр. Шеңбер тиықталды. Бексұлтан қорқынышты, суық жымиды. Тағдыр құрбандықты өз айдап әкелді. Аурухананың кіреберісін сақшылар емес, былғары күртеше киген тапал жігіттер жеке күзетшілер күзетіп тұрды. Бейбіттің әкесі ақшасын аямаған. Ол басына бұлт үйіріліп жатқанын сезген. Бексұлтан ауруханаға бас есіктен кірмеді. Ол бұл ғимараттың құрылысын жақсы білетін. Нұрсәуле өліммен арпалысып жатқанда, ол коридорларда жүріп, әр бұрышты зерттеп алған. Жертөле. Киім-кешек пен дәрі-дәрмек түсіретін техникалық есік. Ол жер өз адамдар үшін әрқашан ашық тұратын. Бексұлтан баяғыда мейірбикелер бөлмесінен ұрлап кеткен ақ халатын киіп алды. Мұрнына әкесінен қалған ескі, мүйіз жақтаулы көзілдірікті қондырды. Қолына бірнеше қағазы бар папканы ұстап алды. Халаттың қалтасында 10 кубтық инемен ампула жатыр. У емес. Ауа. Кәдімгі ауа. Көк тамырға жіберілген 10 текше ауа бұл қан тамырының бітелуі. Өлім лезде жетеді. Сырттай қарағанда жүрек талмасы немесе тромб үзілгендей көрінеді. Дәл Нұрсәуле қайтыс болғандағыдай. Өте нышанды. Сағат 22. Кезекшілік ауысатын уақыт. Санитарлар кір жаймалар тиелген арбаларды сүйреп жүр. Мейірбикелер шәйнек көтеріп, арлы-берлі жүгіруде. Қарбалас. Бексұлтан жертөле арқылы өтіп, қызметкерлерге арналған жедел сатымен 4-ші қабатқа көтерілді. Емдеу бөлімі. Дәліздің соңында ерекше жайлы палаталар орналасқан. 402-ші палатаның алдында күзетші отыр. Сөреде отырып журнал парақтап, қолтығының астындағы қаруын түзетіп қояды. Бексұлтан қағаздарына үңілген күйі қасынан өте шықты. Күзетші тіпті назар аударған жоқ. Дәрігер болса, дәрігер шығар, мұнда олар көп қой. Бексұлтан бұрылысқа келіп, әжетханаға кіріп күтті. Осы төбетті бірдеңемен алдандыру керек. Әжетханада қағаз сүлгілер салатын жәшік тұр екен.
Бексұлтан оттығын шығарды. Қағаз лезде лап ете қалды. Жалын пластик жәшікті жалап, айналаны ащы түтін басты. Бексұлтан сыртқа шығып, есікті сәл ашық қалдырды. 1 минуттан соң түтін дәлізге жайылды. Өрт дабылы қағылып, құлақ тындырарлық қоңырау соғылды. Жұрт дүрліге бастады. Мейірбикелер: «Өрт! Өртеніп жатырмыз!» деп жүгірді. Күзетші орнынан атып тұрды. Оған өрттің қатысы жоқ болса да, нұсқаулық бойынша айналаны тексеруі тиіс. Ол есіктен бір қадам аттап, мойнын созып, түтіннің қайдан шыққанын түсінуге тырысты. Сол сәтте оған бір мейірбике жүгіріп келді. «Көмектесіңізші, ана жерде!» Күзетші балағаттап жіберіп, әжетхана жаққа қарай тұра жүгірді. Жол ашық. Бексұлтан палатаға сүңгіп кетті. Іші тыныш. Түнгі шам жанып тұр. Төсекте бір жігіт жатыр. Жүдеу, боп-бос. Қолдары инеден көгеріп кеткен. Бейбіт. Ол ұйықтамаған екен. Төбеге телміріп жатыр. Үстел үстінде жеміс-жидек, шетелдік шырындар. Бексұлтан төсекке жақындады. Бейбіт көзін қиықтап, ақ қалатты көрді де, әлсіз дауыспен: «Тағы да ине ме? Сұрадым ғой, салмандаршы. Одан кейін басым айналады», деді. Бексұлтан оған қарай еңкейіп, көзілдірігін шешті. Бексұлтан сыбырлап: «Бұл соңғы ине, Бейбіт. Ең жақсысы бәрінен жазады», деді. Бейбіт оны танып қойды. Көздері аларып, айғайлағысы келіп аузын ашты. Бексұлтан оның аузын жүргізушінің қатты, мейізденген алақанымен баса қалды. Екінші қолмен инені шығарды. Шамның жарығымен ине жылт етті. Бейбіт тыпырлап мөңіреді. Бірақ есірткіден әлсіреген оның Бексұлтанның темірдей қолына шамасы келмеді. Бексұлтан шынтағының бүгілісінен көк тамырды тапты. Ол жерде дәрі жіберетін түтік шалғанып тұр екен. Өте ыңғайлы. Тіпті тесудің де қажеті жоқ. Ол инені түтікке сұғып жіберді де: «Нұрсәуледен сәлем», деп поршенді басты. Ауа көпіршігі түтік бойымен жүгіріп кетті. Бейбіт сырылдап, денесі доғаша иіліп кетті. Көздері шарасынан шықты. Қанның орнына ауа алған жүрек ырғағынан жаңылып, дірілдеп барып тоқтап қалды. Соңғы рет денесі серпілді де тынышталды. Бексұлтан оның аузын жіберді. Тыныштық. Тек дәліздегі өрт дабылының үні ғана естіледі. Ол инені суырып алып қалтасына салды. Көрпені түзетіп қойды. Жанашыр дәрігерше палатадан шығып кетті. Дәлізде түтін мен қашар балас. Күзетші жөтеліп әжетханадан қайтып келе жатыр екен. Бексұлтан оның қасынан өте беріп: «Бос әурешілік екен, біреу темекі тұқылын тастапты», деді. Күзетші жасқа ауырған көзін сыртып, басын изеді де орнына қайтты. Бексұлтан баспалдақпен төмен түсті. Жүгірген жоқ, сабырмен қабылдау бөлім арқылы далаға шықты. Көшеде жаңбыр жауып тұр екен. Қазан айының суық жаңбыры. Ол қаланың шаңын, жасалған күнәларды жуып жатқандай еді. Келесі күні қалада тағыда қауесет тарады. Сауда басқармасы бастығының ұлы ауруханада қайтыс болды. Жүрегі штамапты. Есірткінің зардабы. Қан шерді ешкім іздеген жоқ. Диагноз анық еді. Есірткіні шеттен тыс қолдану. Әлсіреген ағза, жүрек тоқтауы. Дәрігерлер өз бастарын арашалап қалу үшін бәрін жауып тастады. Оларға тексеріспен мәселенің қажеті жоқ еді. Бейбіттің әкесінің тауы шағылды. Жалғыз ұлы, мұрагер еді. Жиі өз-өзін жей бастады. Бексұлтан ас үйде отырып шай ішті. Пәтердің іші тыныш, кек алынды. Үшеуі де көр астында, бірақ жеңіліп қалған жоқ. Нұрсәуле жоқ. Енді болмайды да. Ал ол қалды. Бос пәтердегі тірі өлік сияқты. Бексұлтан өз қолдарына қарады. Олар дірілдеген жоқ. Ол істеуі тиіс істі істеді. Жерді қоқыстан тазартты. Бірақ енді не болмақ?
Ол орнынан тұрып керезеге жақындады. Төменде оның адал досы, темір бауыры, алып көлігі тіреді. Ол оны алыс жолға, өткен шақ пен қайғы жоқ жаққа шақырып тұрғандай болды. Тек асфальттың сұр таспасы мен шексіз көжиек қана. Бексұлтан заттарын жинады. Соңғы рет пәтерді құлыптап, кілтті есік алдындағы төсеніштің астына қалдырды. Ол жолға шықты.